Үй жағдайында шашты қалай күтеміз? Кем дегенде аптасына бір рет сіз шашыңызға арнайы күтім жасауыңыз керек. Көптеген қыздар үй жағдайындағы шаралар жайлы білмей жатады. Сол себепті назарларыңызға пайдалы әрі оңай кеңестер ұсынамын. Жұмыртқаның сарысын бірнеше ас қасық арзандау бір коньякпен араластырыңыз. Шашқа жағып 20 минуттан кейін жуып тастаңыз. Екінші күтім. Шашқа бас терісіне айран, майонез немесе простокваша жағуға болады. Содан соң полиэтиленді пакетпен жылы орамалмен орап 20 минут күту керек. Қоспаны шөптерден жасалған қайнатпамен жуып шаюға болады. Бұл маска шашыңызды тазартып, нәрлендіреді. Әдетте пайдаланатын сусабыныңызға бір жұмыртқа, бір ас қасық құрғақ желатин немесе бір шай қасық коньяк қосыңыз. Ақырындап көпіршітіп бір тұтас қоспа болғанша араластырыңыз. Ол қоспамен басыңызды жуыңыз. Желатин мен жұмыртқаның құрамындағы ақ уыз шашыңызды қалың әрі жылтыр етеді. Осылай шашыңызға аптасына бір рет или 2 рет күтім жасасаңыз, шашыңыз жылтыр әрі қалың болады. Түсуі де тоқтайды. Әдемі, сұлу болып жүріңіздер. Рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.